Ассалаумағалейкумдер. Былай ойлап, былай ойлап, тағы да бірдеме ойларымды қалдырып кетейін деп. Кім қалай қабылдайды, өздерің біле жатарсыңдар, бөле жатарсыңдар. Енді кейде осындай әңгімелерде жекенің мәселесіне кетіп қалатынымыз бар. Соған енді мен бармай-ақ қояйын. Бармағанмен бірақ тартып тұрайын. Енді қараңыз. Енді қазақ табиғатты түсінген, соның бәрін оққан, сол табиғатпенен көп мысал келтірген, соның бәрін түсіндіре кеткен дейді. Енді оны қазіргі таңда біреулер қара сөз дейді, біреулер қазақы ұғым дейді. Мен естіген жерлерім. Енді қарға менен бүркіт жайлы айтады. Оны әңгімені айтардың алдында мысалы шындап биіктеп көтерілген сайын шынға оттегі азаяды. Оттегі азайған сайын айналаңа қарап бостан босқа қуатыңды жоғалтпайтындай іс-әрекетке көшесің. Бірақ сол шынның төбесіне жету үшін енді қарға менен бүркітке көшейік. Қарға менен бүркіт жайлы көп қазақ әңгімелері бар. Сол әңгімелердің бірінде мысалы бүркітпенен қарға кездесіп сөйлеседі дейді. Бүркіт білмеймін 20 жыл жасай ма, 25 жыл жасай ма, мүмкін 50 жыл шығар енді. Нақтысын қазір ұмытып отырмын. Ол жерде қандай әңгіме болған? Әңгіменің моралін ғана айтып көрейін мен. Мораль деген мағына, мән деген болатын шығар. Енді сонда қарға айтады дейді, мен 3 жыл жасаймын деп. Бүркіт жаңағы 50 жыл, білмеймін. Мүмкін 25 жыл шығар. Негізі 25 жыл жасаған бүркіттерді бостандыққа жіберіп қойған бір әңгімелер бар сияқты кітаптарда. Сөйтіп, сен не жейсің дейді, мен не болса соның бәрін жеймін. Мен тағам талғамаймын, өлік сені де жеймін, ананы да жеймін, мынаны да жеймін дейді. Сонда бүркіт айтыпты, өйтіп өліксе жегенімше өлгенім артық. Мен өзімнің қалағанымда таза жеймін, таза дүниеде ұстанамын деп. Сонда бұл жерде мораль, енді әркім өзіңдерің шығарып аларсыңдар. Мен оны шайнап бермей-ақ қояйын. Көрген. Енді бүркітті пенен қарғаның екеуінің бір қалай еді, бір-бірін жаратпайтындығы, бір-бірін ететіні, анау енді құзғын анау анын ұстап жейтін және биік көп елдердің таңбаларында бүркіттер бар. Американың тағы бірде менің. Енді оны былай қарасаң, ана заманнан бастап бүркітті, аққуды, тағы бір сондай құстарды, киікті деген сияқты құрметтеп, соларды қастерлеп, табынды дейсіз ба, тіпті енді оны өздерің біле жатарсыңдар. Сондай ұғымдар бар. Ол ұғымдарға жету үшін, сондай түсініктерді білу үшін, солардың биіктігіне, солардың моралына, солардың биігіне жетейін дегендей ұғым қазақтың дүниесінде болған. Қазіргі таңда енді ондан біз жоғалтып алған сияқтымыз ба, еле білмеймін, бәріміз құзғын болып кеткен сияқтымыз ба, не болса соны талап, әйтеуір тірі алсақ болды. Мал тапсаң болды деген әңгіменің де кейде кері әрекеттері жүріп жатыр ма деймін. Жаңағы жан тазалығын, рух тазалығын, тән тазалығын ұмытып кетіп, құзғындыққа не болса да күн көрсек болды деген іс-әрекетке көшіп кеткенде сияқтымыз. Енді сол бүркіттің несіне алаш ордалары сондай нені ұстанды деп ойлаймын.
бүркіт сияқты болды, арыстан сияқты болып биікке көтерілгісі келді. Ол жаңағы бұрынғы қазақтың дүниесінде бар. Бірақ сол алаштар шариат мемлекеттің құрам деген жоқ. Құрам десе қолдайтындар көп болар еді. Бірақ ол қазақтың жол емес екенін біліп, және олардың өздерін мемлекет құратынына қолдарынан келмейтіндігі, бірақ сол түсінікті қазақтың аз да болса еліне, халқына енгізіп кету үшін біраз күш еңбек етті ме деп ойлаймын. Себебі олар жаңағыдай жеңіл жолмен жүретін болса, ол қолдаушы да табылар еді, бірақ онда мемлекет құруы да екіталай, құрмауы да екіталай еді. Бірақ біздер бәленбай жылға адасып жолымыздан қалатын едік. Қазіргі таңда сол Алашорданың көп саясаттарын түсінбей жатыр. Қазіргі көзқараспен қарап жатқандар бар. Соның бәрін айналып келгенде солардың іс-әрекеттері негізі жөн екен. Қазіргі таңда солардың көтерген мәселелері әлі 100 жылдан аса уақыт өтсе де әлі актуальныйлығын жойған жоқ, және біздер соның шешімін әлі тапқан жоқпыз. Солай келе беретін болса, олар мысалы мына даже біз солар Алашорданың іс-әрекеттері мына Өзбекистан, Түркмения тағы бірлерін солардың да ислам мемлекеті болып кетпеуіне үлкен әсер етті деп мен ойлаймын. Олардың исламдықта іс-әрекеттері көп жақын болды. Исламды қазақтан біраз жыл орын қабылдап қойған, бір 200 жыл, 300 жыл уақыт бұрын шығар деп ойлаймын. Сондықтан соларды да содан сақтап, соларға да үлкен әсер етті. Енді оның бәрін айналып айта кететін болсаңдар, мысалы 1916 жылы қазақ орыстың туын астында соғысқа баруға бас тартты, көтерілістер болды. Ал артынан біртінде келе 41 жылы соғысқа өздігінен барды. Оның бәрі не? Ана Алашорда партияларының істелмеген іс-әрекетіне үкімет өз идеясын қолданып, өздеріне сендіріп, үкімет өлтірмейді, үкімет қорғайды деген ұғымды мақтап кіргізіп, сондықтан сол үкімет үшін өздігінен қазақ соғысқа барды. Мен айтайын, қайтадан айтам. Қалай бірдемелерді айтасыңдар, бірдеме сөйтесіңдер, оны енді өздерің біле жатарсыңдар. Сол сенімді қазіргі таңда қазақтың екі бөлініп, біреу исламды, біреу қазақылықты жолын іздеп жатыр. Исламның жолындағылар өздерінің іс-әрекеттерін, бұрынғы концепциялары бар, соныменен соған жүгініп, соныменен айтып тұр. Қазақылықтағылар бірдеме айтқысы келеді, бірақ ар жағында бос күйде ештеңе жоқ, бірақ сол жол дұрыс екенін іштей түсінеді, бірақ соны жеткізіп көрсететіндей дәрежеге әлі жетілмей жатыр. Ол енді қазақылық жолын насихаттап жатқандардың кемшілігі. Бірақ олардан ізденіс болып жатқанын мен көріп жатқан жоқпын. Ислам жолындағы қорғайтындар, олар әртүрлі ізденіс көрсіп, моральдан, философиядан бәріне барып көрді. Бірақ соның арқасында қазақылықтардың біраз көз ашылды, бірдемеге жетті, ізденді. Ол кәдімгі жақсы құбылыс деп ойлаймын. Қазақтың қазақ болуына себеп болып отқан. Енді сол социальный осы жерде екі жақтың таласы, мынаяқтың позициясы әлі анық емес, мынаяқтың позициясы нақты. Енді осы жерде қайтадан үшінші позиция келсе, мысалы социальный дейік, социальный политика келіп, мектепті, оқуды, дәрігерді бәрін бесплатно қалатын болса, екеуі де далада қалады. Қайтадан 100 жылғы бұрынғы құбылысқа біз түсіп, дүниемізді қайтадан айырылып, қайтадан дамудың
үстінен тоқтап қаламыз. Қазақ өз-өзін танудан тоқтап қалады. Ислам бұл жерде жеңіліп, неден шұрайды. Ол өз позициясын ол жерде дәлелдей алмайды. Так, сондықтан қазіргі таңда қазақтың қазақ болуына ұмтылып, бірігуіне себеп болу керек деп ойлаймын. Ал енді оған кейін де тағы бір не бар, концепция, глобализация дейтін. Оның да позициясы мықты, екі ортаға келіп салатын болса, нақты қазағын қағатын болса, оны да айналып өтіп ешкім кете алмайды. Қазақтың жолында жүргендер де, исламның жолында жүргендер де, исламның жолын қорғап атқандар енді. Олар, мен ойламаймын, олар нағыз ислами жолда деген тек әтеуі. Біреулердің шоқпары ол үрген сияқты ол кейде көрінеді. Мүмкін олай емес шығар, мүмкін өздерінің идеялары мықты шығар, бірақ қызығы, бұл жерде бір қызық бар. Исламды қорғайтындардың көзін атеистігіменен тәңіршілер ашып жатыр. Құрандарында осындай жазған деп, ол бірақ ашып жатыр дегенде олар оны қабылдап жатқанын мен көрмедім. Мен діннен шықтым, мынаның бәрі бірден екен деп, дұрыс екен, мынаның бәрі теріс екен дегенін мен көрмедім. Осы уақытқа дейін. Ал қазақылықты аналар насихаттайтындай реті кейде келіп қалады. Келіп қалғанда олар жаңағы сенде де боқ бар, сенің де аяғың таза емес, сен де боқ басып кеткенсің деген позицияда келтіреді. Бірақ олар қазақтың дүниесін бар екен деп мойындағысы келмейді деп ойлаймын. Так, енді оның бәрін айтып кеттік. Енді тағы бір қауіп бар бізде. Бізде жүздік дейтін не бар? Соның арасына жік түсуі мүмкін. Ру аралық трайбализм деген бәле бар. Соны біз қалай қылғанда соған басымыз жетіп, сол неге ниже плинтуса түспеуге тырысымыз керек. Енді осының бәрін айтып кетуіме тура келді. Кім қалай түсінеді? Қарға менен жаңағы бүркіттің әңгімесін бітпей қалыпты ойлаймын. Сонда бүркіт пенен қарға бір-біріне қарама-қайшы келіп, бір-бірінің территориясына, бір-біріне не келгенде, бүркіт артық олардың территориясына кіріп кетсе, қарға бүркіттің үстіне мініп алады дейді. Сосын үстіне мініп алады да, төбесінде отырып шоқиды екен. Ал сол кезде бүркіт есін жиып, биікке көтеріліп кете алмаса, қарға оның түбіне жетеді екен. Ол әлсіреген сайын, төмендеген сайын, қарғалар кезек үстіне мініп алып, шоқып, ақыра жерге құлатады екен. Ал енді бүркіттің басы десе, дәл кезінде жоғарылауға тырысу керек. Бүркіттің үстіне қарға қонғаннан кейін. Үстке көтерілген сайын, бүркіттің жаңағы тынысы тарылмайды да, бірақ қарғаның тынысы тарылып, содан қарға басы айналып құлайды екен. Сондықтан биіктен бәріңізді емес енді дұрыс жолда жүргендерді көргім келеді. Кезінде жадеизм дейтін ұғым болды алаштардың кезінде. Сол жадеизмнің арқасында алаш партиясы алға ұмтылып, көздері ашық болып, дүниені танып, қазақтың болашағын бағыттап кетті. Қазіргі таңда сол жадеизмге ұқсас GDG дейтін бірдеме тап болып тұр, искусственный интеллект. Сол искусственный интеллект ертең, қазіргі таңда ол мықты дамыды. Дамыған соншалық, қазір ол өз-өзін өндіретін жағдайға жетті дейді. Ендігі таңда ол сізбенен таласып, ой әрекетін көрсете біледі. Сол кезде адамгершілікпенен қазақылық деген ұғымды ол искусственный интеллектте болмайды деп ойлаймын. Онда тек қана ақыл болады.
Ақыл деген ал разум деген. Мен разумның қазақшасын мен таба алмай отырмын, білмеймін. Оқымай қалыппын. Сол күні сабаққа бармай қалғам шығар. Сол разумды қазақтың дүниесіменен адамгершіліктен көресіңдер. Ал ол разумсыз адамның дамуы тоқтайды. Ол кәдімгі роботқа айналып кетеді. Сол роботқа айналып кетпеу үшін біз қазіргі таңда қазақылық дүниемізді келтіріп, адамгершілігімізді арттыруымыз керек. Осыменен эфирді аяқтадым. Ал кімге пайдалы алыңыз, кімге пайдасыз сандырақтаған деп сызып тастаңыз. Ал сау саламат болыңдар. Бастарыңа бақ қонсын.